Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге ұсақ бауырсақтар дайындайтын боламыз. Оған керек заттар: ұн, сары май, сүт, суымызға дрожжи араласқан су, жұмыртқа, қант және тұз. Неше біз бастаймыз. Ең бірінші сары майымызды ертіп, оған қантымызды қосамыз. Содан кейін жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Жұмыртқамызды қосып болғаннан кейін сүтімізді қосамыз. Араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін газға жылытып аламыз. Енді ұнымызға дрожжиіміз бен суымыз араласқан суымызды, содан кейін газға жылыған сүтімізді қосамыз. Барлығын қосып араластырып нан илейміз. Нанымызды илеп болғаннан кейін ыдысымызға салып, бетін жауып, нанымыздың ашығанын күтеміз. Міне, біздің нанымыз ашыды. Енді ыдысымыздан нанымызды шығарып, нанымызды илейміз. Нанымыз жабысып қалмас үшін оны сеуіп, 5 минутқа бетін жауып қоямыз. 5 минуттан кейін ыдысымыздан нанды шығарып, нанымызды жаямыз. Міне, біз нанымызды жайып болдық. Енді қамырымызды осылай дөңгелектетіп шығамыз. Міне, біз барлығын дөңгелектеп шықтық. Енді оны қатарға тізіп қойып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Себебі бауырсақтарымыз көтерілуі керек. Майымызды қыздырып аламыз. 10 минуттан кейін бауырсақтарымызды пісіреміз. Яғни қуырамыз. Бауырсақтарымызды үнемі араластырып отырып пісіреміз. Бауырсақтарымыздың барлығын осылай пісіреміз. Міне, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Біздің бауырсақтарымыз өте жұмсақ және көтеріліп пісті. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.